Мелекпен сөйлескеннен кейін отбасы оның тағдырына алаңдайды. Ал Чағла оны міндетті түрде құтқаратынына уәде береді. Доған Чағлаға алғыс айтып, Мелекті құтқаратынына сенетінін жеткізеді. Синан жасырған қобдишасын ашып, Махинурмен бірге түскен суретке мұңая қарап, оны ешқашан ұмытпағанын айтып өткен күндерін еске алады. Махинур да Синанның суретіне қарап, сәбиінен айырылғаннан бері жүрегіндегі қайғыны ұмыта алмағанын сезініп қайғырады. Синан әпкесі Ләмияға Махинурды кездейсоқ көргенін айтып, оны әлі ұмыта алмағанын мойындайды. Ләмия оған кезінде Махинурды іздеп таппағанын айтса да, Синан болса әкесінің кесірінен сүйгенінен айырылғанына өкініп, оған деген ашу ызасын білдіреді. Доған Чағланы үйіне шығарып салып, оның қауіпсіздігі үшін үйінің маңына күзет қояды. Чағла бұған қарсы болғанымен, Доған оның қауіпсіздігіне алаңдайтынын айтып түсіндіреді. Қоштасар сәтте Чағла оған қамқорлығы үшін алғыс білдіреді. Чағла Махинурға Бихрамның өтінішімен бұл іске араласқанына өкінетінін айтады. Ол Бихрамның Ханжоғлу әулетінен кек алып жүргенін сезіп, шындықты өзінен жасырып жүргеніне ренжиді. Сондай-ақ Доғанның сенімінен айырылып қалудан қорқатынын мойындайды. Доған қарындасы Гүлшанмен сырласып, бұрын әкелерінен қорлық көргенде қасында болмағанына өкінішін білдіреді. Гүлшан ағасын кінәламайтынын айтып, оған сенетінін жеткізеді. Доған Тахирдің жағдайы тұрақтанып, аман қалатынын айтады. Әкесі есін жиса, шабуыл туралы шындық айтылса, Мелек ақталып шығады деген үміт пайда болады. Кейін Гүлшан науқас әкесін өлтіруді ойлайды. Алайда Ләмия әпкесінің отырғанын көріп, үнсіз кетіп қалады. Доған әлгі суреттегі адамдарды Чалушға көрсетеді. Чалуш болса суреттің түрмеде түсірілгенін, мұны нөмірленген тақтайлардан танығанын айтады. Осылайша Доған Бихрамның өткен өмірі түрмемен байланысты екенін түсінеді. Ол Йылмазға хабарласып суреттегі Хүсейіннің қай түрмеде және қай жылдары отырғанын зерттеуді тапсырады. Ал өзі Генжоның әкесінің жаназасына баруға шешім қабылдайды. Дидем Синаннан ақшаны талап етуді жалғастырады. Алтын ақшаны беріп, бұл мәселені бір жола жабуды ұсынғанымен, Синан болса $2 миллион қайдан табатынын білмей қиналады. Алтын түрмеге түскісі келмейтінін жеткізіп, Синанға қысым жасай түседі. Бихрам Генжоның әкесінің жаназасына барып, оған көңіл айтады. Қайғыдан қан жұтқан Генжо әкесін соңғы сапарға шығарып, оның сүйікті әнін орындайды. Бихрам әнді тыңдап сүйінді өзі тұншықтырып өлтіргені есіне түсіп, Генжоға ән айтпауын өтінеді. Осы кезде Чағла келіп Бихрамға енді шындықтың бәрін айтуды талап етеді. Әйтпесе Доғанға өзінің Бихрам үшін жұмыс істеп жүргенін айтып беретінін ескертеді. Бірақ Бихрам тағы да нақты жауап бермей, жоспарын жалғастыра береді. Ал Доған жаназаға келгенде Бихрамның адамдары оны ішке кіргізбейді. Сыртқа шыққан Чағла жаназаға келген Доғанды көріп абдырап қалады. Доған Чағлаға маған ескертпей мафиозидің жаназасына жалғыз келуінің қауіпті деп ескертеді. Ал Чағла бұл іске адвокат ретінде келгенін айтады. Сол кезде полиция қызметкерлері келіп, Бихрамды контрабанда жасады деген айыппен қолына кісен салып тұтқындайды. Бихрам болса бұл дәрігердің ісі деп адамдарына іске кірісуді бұйырады. Доған Генжоға көңіл айтқанымен, Генжо оған ашуланып кінәлайды. Доған оларға қарап жақында шындықтың ашылатынын айтады. Синан Бихрамға айып тағып қару тиелген жүктің тәркіленгенін айтады. Осы кезде прокурор Синанның жауабына сүйеніп, Бихрамды 72 сағатқа қамауға алатынын хабарлайды. Доған бұл уақыт ішінде Бихрамның қылмыстарын дәлелдеп, Мелектің кінәсіздігін дәлелдемекші. Алтын Дидемнің бопсалау жоспарының сәтті шыққанын мойындап, сұраған ақшасын береді. Дидем оған телефондағы дәлелді беріп жөнімен кеткелі тұрғанда, Алтын оны көлігімен қағып ақшасын алып кетеді. Қамауда отқан Бихрам 20 жыл бұрын түрмеде отырғаны есіне түседі. Ол түрмедегі тұтқындарға амнистия шыққаны туралы жаңалықты көреді. Осы кезде Бихрамға түрме күзетшісі келіп, Шимшек жақында оны босататынын, және оның ортақ жауы Ханжоғлу әулеті екенін жеткізеді. Сол уақытта түрме еденін жуатын адам келіп Бихрамға жасырын телефон қалдырады. Бихрам Шимшекпен сөйлесіп, 3 күннің ішінде бұл жағдайдан шығудың жолын тауып, оны сабырға шақырады. Сосын ол Генжоға хабарласып дереу Дидемді тауып әкелуді бұйырып, Доғанның ендігі нысанасы Генжо екенін айтып, сақ болуды ескертеді. Осы кезде Фикрет Генжоның бейнесін көрсетіп, оның Қарачекмаз ауданында жүргенін анықтайды. Доған сол жаққа аттануға шешім қабылдап, мұқтаж жандарға тегін медициналық көмек көрсетіп, барлығын тексеруден өткізеді.
Ол Чағлаға бұрын таяу шығыста әскери дәрігер болып, қиын жағдайда жұмыс істегенін айтады. Ал Генджо Доғанның бұл ауданға келгеніне ашуланады. Ол қару ұстаған адамдармен Доғанға қарсы шығады. Сонда Доған Генджоға арнайы дәрі егіп, қарсылығы тек өзінде екенін айтады. Генджоның жағдайы нашарлай бастағанда ол өзінің адамдарына кері шегінуді айтады. Доған Генджоны шатырға кіргізіп, Ханчжоулу әулетінен Бихрам не үшін кек алмақшы деп сұрайды. Генджо оған Бихрамның түрмеде өткізген 5475 күн үшін кек алатынын ғана айтып үлгереді. Кенет оның жағдайы нашарлап көз жұмады. Генджоның көз жұмғанына шыдамаған Чағла есеңгіреп қалады. Ал Доған Генджоның айтқан сандарын есте сақтап дәрі егіп кетеді. Кейін Илмаз оған хабарласып, Түсейінің Бурса түрмесінде отырғанын біледі. Чағла Доғаннан Илмаздың не анықтағанын сұрайды. Бірақ Доған Бихрамның өткені өз өміріндегі 25 жыл бұрын болған ең ауыр құпиямен байланысты екенін ғана айтып, әзірге бәрін ашып айтуға дайын емес екенін жеткізеді. Синан әйеліне ашуланып, Дидемге ақшасын берудің орнына неге оны көлікпен қағып кеттің деп Дидемнің полицияға шағымдануынан қорқады. Алтын күйеуіне жазатайым оқиға деп түсіндіріп, Дидемнің өзі бопсалаушы болғандықтан полицияға бара алмайтынын айтып, Синанды сабырға шақырады. Дидем Бихрамға келеді. Ол Дидемнің жараланғанын көріп, оған мұны кім істегенін сұрайды. Дидем Синанның шабуыл жасағанын айтып, телефонын тартып алғанын жеткізеді. Алайда суреттердің көшірмесін сақтап қалғанын айтқанда, Бихрам оны мақтайды. Кейін Бихрам Синанды түрмеге шақырып, Дидемде оның қылмысын дәлелдейтін суреттердің көшірмесі барын айтып, өзін босатпаса, бұл дәлелдердің прокурордың қолына түсетінін ескертіп, Синанды бопсалайды. Доған Генджо айтқан сандардың сырын ашады. Ол Бихрамның Бурса түрмесінде 17 жыл отырған мерзімі екенін түсінеді. Осылайша Доған кезінде Тахирдің Бихрамға жала жабылған кісі өлтіру ісімен байланысты екенін ұғады. Бихрам Синанның көмегімен жақын арада түрмеден шығатынын айтып, Генджоға Чағланы өзімен бірге алып келуді тапсырады. Ол Доған шындықты ашып қоймай тұрып, өзі Бердан екенін және Чағланың әкесін емес, Ханчжоулу әулеті өлтіргенін алғаш болып Чағлаға айтқысы келеді. Ләмия Чағланың үйіне келеді. Есіктің қоңырауы соғылғанда Махинур көшеден қарап, Ләмияны танып есікті ашпайды. Бихрам дәлел жетіспегендіктен прокурорға Синан қателесіп айып таққанын айтып, өзін кінәсіз етіп көрсетеді. Ақыры ол түрмеден босап, адамдармен қауышады. Ал Чағла көліктің ішінде отырады. Кенет Доған Бихрамның түрмеден босап шыққанын бақылап, Чағла отырған көліктің қасына келіп, оны шын есімімен Бердан Санжар деп атап бостандыққа шығуымен құттықтайды. Ал Чағла Бихрамның шын есімін естіп, аң-таң болады.